Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз «Возвращение голубой вагону» атты фильмге шолу жасаймыз. Фильмнің бірінші бөлімін жоғарыдағы сілтемені басу арқылы көре аласыз. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздің қолдау мен үшін өте маңызды. Ал біз бастаймыз. Навсегда. Осыдан 15 жыл бұрын екі сәби Тынық мұхитының оңтүстігінде орналасқан ессіз аралға тап болған. Ол мен қыз жұмақ жерде еркін өскен. Есейе келе олар бірін-бірін ұнатып, көп ұзамай ұлдары дүниеге келген. Тағдырдың жазуымен олар аралды тастап, ашық теңізге шығып кеткен. Біраз уақыттан кейін қаңғыған қайықты кемелер байқап қалады. Бірақ осы уақытта баланың әке-шешесі қайтыс болған. Кішкене баланы жесір Сара Харгрет есімді әйел бауырына басады. Оның Лили есімді кішкене қызы бар. Кейін кемеде оба ауру өршіп, адамдар шетінен өле бастайды. Капитан оларды бұндай аурумен ешқандай порт қабылдамайтынын түсініп, обадан құтқару үшін екі бала мен әйелді қайыққа отырғызып жіберуді жөн санайды. Оларға жағаға жету үшін көмектесу үшін Кёрни есімді ер адам аттанады. Бірақ ер адамға өзінің өмірі маңыздырақ. Ол суды үнемдеу үшін балаларға бермей, олардан құтылу керек дегенде Харгрет оңтайлы сәтті пайдаланып, оны өлтіріп тастайды. Біраз уақыттан кейін қайық аралға келіп тоқтайды. Кішкене бала бұл үй деп айтып, әке-шешесін шақыра бастайды. Сол сәтте Сара бұл жер Ричардтың туған жері екенін түсінеді. Оның әке-шешесі бұл жерден жасырыну үшін кеткен. Жеміс-жидек пен балықтың көптігі Сараға ессіз аралда балаларды бейқамсыз өсіруге септігін тигізеді. Оларға қауіп аралдың тек солтүстігінен төнетін еді. Ол жерге ай толған кезде жабайы адамдар құрбан шалуға келеді. Арада бірнеше жыл өтеді. Сара балаларды өркениетті өсіреді. Оның бір күні кеме келіп, оларды Сан-Францискоға алып кетеді деген үміті бар еді. Балалардың ер адам мен қыздың денесі неге ерекше деген сұрақтары туындайды. Сара оларға айырмашылықты айтып береді. Бала қайдан шығатынын, әрі отау құру не үшін керектігін айтады. Бір күні балалар қайықпен балыққа шығады. Бірақ қайық шешіліп кетіп, балалар сол жерде мекендейтін акуланың маңында қалып қояды. Тұзақта кеш батқанша отырып Ричард акуланы ұстаған балықпен алдарқатуды ойлайды. Солай олар жыртқыштың азуына іліге жаздап қайыққа әрең жетеді. Аралдан нөсер жауып, лашыққа су өтеді. Сара шатырды жауын астында жөндейді. Сол себепті суық тиіп ауырады. Аурудың арты өкпе қабуына алып келеді. Ол өлімнен құтыла алмайтынын түсінеді. Сара ескіріп қалған балаларға ары қарай онсыз өмір сүруге тура келетінін, әрі өзін қайда жерлеу керек екенін түсіндіреді. Ричард пен Лили есейеді. Олар аналары үйреткен ғұрыппен өмір сүреді. Пасханы тойлап, жұмыртқаларды бояп, аралға тығып қояды. Ричард ойын қызық болсын деп, кім көп жұмыртқа жинаса сыйлық алады дейді. Ойын қорытындысы бойынша Лили жеңдім деп ойлайды. Бірақ Ричард әдейі бір жұмыртқаны жасырып қойған. Лили өз сыйлығын талап етеді. Солай Ричард теңіз түбінен маржанды алып береді. Қыз бұл сыйлыққа қатты қуанып, шашына тағатын әшекей жасап алады. Бала мен қыз өздерін жас өспірімдерше ұстайды. Ричард акуламен айқасып, қызға қауіпті жыртқышпен ұрысқа түскенін айтып мақтанады. Лили айнадан өзінің денесінде өзгерістер бар екенін аңғарады. Ал жігіт осы уақытта оны аңдып тұрады. Біраз уақыттан кейін олардың арақатынастары бала кезіндегідей болмай өзгере бастайды. Ал Ричард сол уақытты сағынады. Жас өспірімдер бір-біріне деген әуестікті сезініп, бұл неден екенін түсінбейді. Жас қыз әйел болып жетіліп, бұны жігітке айтады. Ричардтың да денесінде өзгерістер пайда болады. Ничего. Наверное, больно. Ты не можешь ходить? Қыз жігітке не болып жатқанын түсінбей күлкі етеді. Кейін жігіттің көргөкіректігі ұстап, Лилимен ұрысып, аралдың солтүстігіне кетуді ұйғарады. Бірақ бұл аналары тыйым салған заттардың бірі еді. Тыйым салынған жерден ол адамдардың сүйектерін табады. Сол уақытта жабайы тайпа құрбан шалу үшін аралға келеді. Ричард оларға көрінбес үшін денесіне балшық жағып тығылып қалады. Соңында ол жалғыз қалған үндескен найзамен атып шығады, бірақ өлтірмейді. Олар тек бір-біріне күліп тарқасады. Жігіт қатты қорыққан Лилиге келіп, балшықтан үстін тазартып жатып, не көргенін айтады. Лили оған өзінің уайымын айтып, ешқашан ұрысқысы келмейтінін жеткізеді. Олар күннің батуымен жақындасып сүйіседі. Ричард оған үйленгісі келетінін айтады. Ғашықтар үйлену тойларын жасап, қолдан жасаған жүзіктерімен алмасады. Солай олардың ерлі зайыптылар ретінде өмірлері басталады.
Бір күні Лили ақ желкенді кемені байқап, Ричард белгі-белгішті жағуға аттанады. Бірақ олар қорқып, алдымен бақылауды ұйғарады. Қайықтан ерлер арасында отырған әйелді көріп, олар кездесуге шығады. Капитан Якоб Хиллер ессіз аралда заманауи адамдар бар екенін көріп таң қалады. Капитан бұл жер ыңғайсыз жерде орналасқандықтан барлығы маңына жақындамайтынын айтады. Бірақ бұл жолы олардың ауыз сулары таусылғандықтан аралға тоқтауға мәжбүр болған. Жанындағы ер адамдар жартылай жалаңаш Лилиге құмарта қарап тұрады. Ал капитан оларға өзінің қызы Сильвияны таныстырады. Ричард пен Лили капитан мен командасын кешкі асқа шақырады. Ас үстінде олар аралға қалай келіп, қалай өмір сүріп жатқандарын айтады. Теңізшінің бірі Куинлан Лилидің шашынан бағалы маржанды байқап қалады. Кейін Ричард пен Лилиге сыйлық ретінде киім-кешек береді. Ал Сильвия Лили мен әйелдерге арналған заттарын бөліседі. Капитанның қызы айла тәсілмен Ричардтың көңілін аудармақ болады. Солай кешке көңіл көтеріп билеуге шақырады. Бірақ Ричард пен Лилидің билегенін көріп, бұл балалық қимыл дейді. Ричардқа биді үйретіп жатып, Сильвия Лилиді ренжітіп алады. Солай қыз ренжіп қашып кетеді. Ұйықтар алдында Ричард Лилиге Сильвияға қызығып жүргенін айтады. Қызды киімсіз көрмегендіктен құмартатынын жеткізеді. Азанда Лили Ричардтың көңілін қайтару үшін боянып алады. Бірақ жауынгерлерше боянғандықтан жігіт оны жуынуға жіберіп, өзі Сильвияны балық аулауға үйретуге аттанады. Балық аулау кезінде капитанның қызы жігітті арбамақ болады, бірақ ештеңе шықпайды. Ричард оған Лилиді ренжіткісі келмейтінін айтады. Сол уақытта Куинлан Лилиді аңдып жүреді. Қызды ұстап алып, маржанның қайда екенін біліп алады. Маржанды алғанымен тоқтамай, қыздың жас денесін пайдаланбақ болады. Лили оны жіберуін сұрап айқайлайды. Теңіз маңынан жүгіріп келген Ричард оны тоқтатып үлгереді. Бірақ мықты теңізшімен оның күші тең емес. Ричард оның қаруын тартып алады. Бірақ теңізші жас жігіт оны қолдануды білмейтінін түсінеді. Ұрыс кезінде Куинлан жігіттің қолын қарумен жарақаттайды. Атыс таусына келген капитанның адамдары төбелесті тоқтатады. Бірақ ашулы Куинлан босатуын талап етеді. Ол жас жігітті өлтірмекші. Ричард қашқан сәтте Куинлан оның соңынан атып қуады. Ричард оны акуланың мекеніне алып келеді. Солай жыртқыш морякты жемтік етеді. Ал Ричард Лилиге оралады. Ричард қызға капитан Хиллердің кемесі күн бата кететінін айтады. Қыздың қалғысы келеді. Ол Ричардқа құрсағында бала бар екенін айтқанда, жігіт бұны қайдан білесің деп сенбейді. Лили оған әйелдер бұны сезеді деп жауап береді. Әрі балалары қарбалас өмірде туылғанын қаламайтынын, оның осы жерде өтіріксіз, арбаусыз, мылтықсыз туылғанын қалайтын жеткізеді. Ричард онымен толықтай келісіп, жүзіп кеткен кемеге аралда қарап отырады. Фильмнің соңына қарай біз олардың дүниеге сәбилері келгенін көреміз. Ричард, Лили әрі сәбилері аралда керемет өмірлерін жалғастырады. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.